Шет ел жаңалықтары. Асуан агенттігінің хабары бойынша, ертең Гандузания республикасында президенттік сайлау басталады. Президенттік орынға ең ықпалды деп саналатын екі саяси партия өз өкілдерін ұсынып отыр. Радиоңда жаңалық. Ол жер бастықтың айтқанасы білән бар жерде сол екен ғой. Бастық қылам деп жүрген мықтының біреуі мынау Әшірәп. Атқын көріп әкеле жатқан шөбіні сыйқын қарашы. Еске сақтап жүремін. Ай, бұғайсы таң атпай. Әлі, iya, бастық жоқ, пенсияға кеткен. О да жоқ, жолдам алып Кавказ асып кетті. Iya. А? Көрші қалқоздан болсаңыз қайтейін. Өздеріңіз сыртынан сайлап алып жүрмесеңіздер, біз ешкімді сайлағамыз жоқ. Кім болатыны әлі белгісіз. Кім білет? Iya. Жарайды. Жақсы. Хан көтеріп бір фермаға бастық қойғалы жатса, бұның жүрген жүрісі мынау. Бір уыс шөппен қайт есігіңді бітемексің. Шөп әкелмегенде туғалы тұрған сиырды аш қоямыз ба? Осы сөзді қойда шайыңды дайындаш. Саған сөз айтып тұрған мен ақымақ. Бет моншағың төгіліп, сен ақ бүгежектей бересің осы. Бар орталыққа тоныңды шешіп алама. Әлгі жаңадан келген торшолақ баланың өзі айтыпты ғой. Торшолағың кім айтып тұрған? Директор баланы айтам. Әлмейтінің бар басқа танытып не керек? Ана серік құлды қояды. Серік құлды дей? О заман өткі. Ағасы ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы болса қайтам. Қазір еңбегіңе қарап бағалайды. Сөзді қойда кейін. Сапылдап өсек соққанша ана сиырға бір уыс болса да көк шөп жылып әкеп салсаңшы. Құрғақ шөппен қатырмапсың? Бүгін ертең бұзаулайды. Жә. Жайыңды бер. Фермаға бастық болсаң бәрі болады. Шөп арқалап жүрмейсің. Болсаң іштез керіліп созылмай. Елдің еркек анау бәрін тындырып жүрген. Сенің ұйқыдан басқа өнерің жоқ. Не болды төгіп шашып? Баласына дейін қырсық мұны. Шайыңды құйшы. Айтпақшы, біздің фермаға бастық етіп кімді қоятын бопты? Итім біліп бе. Ана сорлыққа қалды ғой. Ашраф болады деп елдің бәрі шулап жүр ғой. Болса болсын. Сөзінің сыйқын, өзіңді еркектер әні бір тайып елді дөңгелентіп отыр. Ал сенің не үйде, не түзде берекең жоқ. Осындайда байсын ағаңның көмегін көрмейсің бе? Қойш, босқа зыңдамай. Бәсе, ол сені қайтсын? Сенде туыс бар ма? Ертең ақ Әшірафтың соңынан сүмеңдеп жүгіріп жүрмесең маған кел. Сөзің құрсын. Өне төкті ғыны. Бүгін сәрсенбі сөзді қойда ағаңа тарт. Гүлнар, қолын сүрші мынаның. Байсын Құмарович, сәлемәтсіз бе? Түк естілмейді. Қашан? Арау, қазір өзім. Естілмейді. Серік құл дейсіз бе? Аман сен, жұмысын істеп жүріп жатыр. Арау. Осы телефонын көрдім, ау көресін. Аудан ба? Иә, ағаңыз бүгін 3 рет телефон соқты. Нендей тығыз шару екенін білмеймін. Мына телефон әбден діңгеретіп бітті. Тезірек жетейік онда. Не шару екенін бара көрерміз, мен дайымын. Дұрыс. Ендеше сіз аудан орталығына жүре беріңіз. Бұлай дұрыстап киініп дегендей, түстен кейін мен де ауыл шаруашылық басқармасына барам. Сол жерде кездесейік.
сәлеметсіз. Бастық осы болады деген сөз. Ой, баяу шыттай боп киініп апты ғой, түбі осы бастық болуы мүмкін, рас айтам. Болса жетіскен екен. Ай, мына темірің не? Ана сиырға кішкене шөп түсіріп алайық десек, механикін қарсағып, мәшиненің мына біреусі жетіспейді дейді, соны алып барам. Қарабасының күйбеңі қашан бітеді осы сенің? Енді сиыр да керек қой, мынаны бітіріп алайық. Бригадир деген атың бар емес пе? Болсам қайтейін, сиырды аш қоямыз ба? Ой, Сақ деуді қою керек қойыз. Маған ақыл айтатындай сен кім едің? Әлде қандай болып шіренеді ғой. Ағай, А? ағай, сізді бағанадан бері іздемеген жерім жоқ. Директор тығыз шаруа бар деп шақырып жатыр. Ауданнан біреулер іздеді ғой деймін. Тауып әкел деп мені жұмсады. Жарайды, мынаны апарып тастайын да барайын. Кешікпеңіз. Я сәлем бердік. Ассалаумағалейкум Серікқұлжан, сені мұнда қайғылай айдап келді. Ай, сен өзің әліңге дейін мұнда неғып жүрсің? Қайын жұртыңа келгенде жатырсың ғой деп шалқайып. Кеткенге бақандай 2 апта болды. Бүкіл техника саған қарап тұр. Қолға түскен айналайын ауылға жібере бермейсің. Ойбай-ау, сол болып жатыр ма? Шошқа тағылап жүр дейсің бе мені? Мінекей Құдайдың бір пәлесі екен. Жалынып анаған да апарам, мынаған да апарам. Ферма бастығы қол қойсын деп біреуі де жүгітпайды. Жоқ, бастықты мен жерден қазам ба? Әбден итім шықты. Әкел бер, әкел. Мінекей. Қаламыңды әкел. Оны қайтесің? Әкел дегесің әкел. Қол қоям. Қол қоятындай сен кім едің ей сонша? Ферманың бастығы ма едің? Несі бар? Болмасақ боламыз. Бүгін бектеді. Ой, Серікқұлай, жынданғандысың, бұның не осыншама шимайлағаның? Жаңа бланкіні кім береді маған? Ай, айналайын, саған бланкі тауып берін деп айта алмаймын. Бірақ өткізуіңе көмектесем. Ай, өзің бір... Бермейді, бәрін алып қойған. Ай, жеке меншікке қамқорлық жасау жайлы қаулы шыққан сен білмейді екенсің ғой. Сөзді қой жүр. Тоқташы. Бұл неменемен? Әкем үйіне апарады ғой деймін. Серікқұл. Ай, жарайсың Серікқұл, жігіт-ақ екенсің, азамат. Сен болмасаң, бұлар бізге қосымша бөлшек бермек түгілі, есігінен де сығалатпайды. Қалған мекемелерге қағазды өзің апарарсың. Жақсы. Мен енді түстен кейін ауыл шаруашылық басқармасында болам. Анау мынау десе тура маған кел. Жақсы. Ей! Бергіш. Саламағалейкум. Қалың қалай? Қашқын жігіт. Қашқам жоқ, өзімге. Қашпасаң не кетті? Себебі бар. Қандай себеп? Сапқозы онса кіші жетіспейді. Әсіресе сен сияқты жастар. Маңдай алды шопан едің. Мына жүрісің не? Айттым ғой. Сен кетісімен бригадта тарап кетті. Азаматтық сезім деген қайда? Қиянатқа төзе алмадым. Астарламай айтсаңшы. Әр жүз саулықтан 120-дан қос алдым. Алып жүрген жаңғыз сен. Есепке 105 деп жазатты, қалғандарын өздері алады. Не қоз әкеп беріп орнына қой алады. Бұлай бауырым, мына жұмысты таста да, ауылға кел. Барлық жағдайыңды жасай. Бұрынғы тарқап кеткен бригаданы қайта құрасың. Бұйыра сөйлегеніңізге қарағанда, бастық болғансыз ау деймін шамасы. Бұйырғаным емес ақылым, келгесін көресің. Алақаныма сал бәлбештейін деп айта алмайын, бірақ өкінбейсің. Әкел қолды. Келістік пе? Ұрлық қарлыққа жол берілмейді. О, болсаңдар тезірек. Түске дейін абылжып жүресіңдер ме түгі? Айтпақшы кім, бек болады. Ана Германтинді қосқұдықтан мәшіне келсе салып жіберіңдер. Жарайды. Нөмірі 16-да 21, барып қарап келші. Қазір. О, Сәке! 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 О, Сәке! Қуаныштымыз, Сәке, қызметіңіз құтты болсын. Әй, осындай әзілдеріңді қойсаңдаршы. Әзілінес? Серікқұл бастық бопты деп жұрттың бәрі шулар. Айта беретті. Сәке, менің қолым жеңіл.
жұмысыңызды осы біздің басымыздан бастаңызшы. Анау, ай, байқасаңшы. Анау үйіліп жатқандар бар ғой. Сіздердің совхоздарыңыздың сүт машинасы. Құдай үшін соны бірдеңе қылып алып кетіңіздерші. Тексеру болатын еді. Телефон бар ма? Бар. Жүріңдерші. Алло? Я, гараж ба? Әй, Қасым бар ма сол маңда? Әй, бұл не деген бәле қайда жүреді өзі? Тірліктерің бар болсын. Мына бір жеріне қол қоясыз. Қол қоймайым, алып кететін менің мәшинем жоқ. Ертең алам. Ертеңіңіз не айтып тұрған? Қазір алып кетіңіздер. Бір ай болды ғой жатқанда. Әй, бір ай жатқан дүние немене, бір күнге шыдамаймыз? Баяғыда есептен шығарып тастағам, сіздер ақшасын төлеген соң. Онда неге совхозға жібермедіңіздер, ә? Оған кім келіпті? Кім келіпті дейді? Ферма бастығының пенсияға кеткені мен қайдан білейін? Сіздің бастық болғаныңызды жаңа ғана естідім. Мен неме, арқалап әкетеді деп отырсың бай? Қызықсың өзің. Қалай әкеткендеріңізді шаруам жоқ. Давай алып кетіңіздер. Маған ана орынды босату керек. Әбеке, мыналардың өзін тот баспай ма? Баспайды. Бізге керек еді. Берілмейді. Алдын ала сұратқан жоқсыздар. Әбеке, өзің білесің ғой, біздің бастығымыз пенсияға кетем деп шаруашылықпен ісі болмады. Қағазын кейін реттей жатарымыз, жекеменшіктер өткізетін сүтке ыдыстың тапшы болып тұрғаны. Бұған мені қинамаңыз. Берілмейді дедім ғой. Берілмейді. Сенде Ана сүт машиналарын алып кетіңіздер. 20-сын берсең, қосып алып кетем. Қашан? Тап қазір. Жарайды. Бәрекелді. Сәке! Ақшасын аударуды ұмытпаңдар. Оған сөз бар ма? Сәлемет ба бауырым? Сәлемет тұрғаным көмектесіп жіберсең. Совхоздың дүниесі бар еді. Қайратқа дейін жеткізіп салсаң болды. Жолдамаңды жазып берем, ақыңды да төлерем. Қабасығыз жұмысым бар еді. Жарайды, кеттік. Кел отыр. Бәрекелді. Серікқұл Дарханбаевич, ассалаумағалейкум. Бүгін кәсіптік техникалық училищені бітірушілердің кеші болушы еді. Соған өзіңіз сияқты шаруашылықтың білікті мамандарын шақырмақ еді. Жастарға өз тәжірибеңізді айтып ақыл кеңес берсеңіз, сізді сөйлеушілердің тізіміне қосып қоям. Училище Қызыл үйде екенін білесіз ғой. Кешікпей келіңіз, күтеміз. Ендігі сөз Қайрат совхозының ферма меңгерушісі Жолдас Серікқұл Дарханбаевичқа беріледі. Не айтатыны бар, жас достар? Алдарыңызда талай-талай қиыншылықтар күтіп тұр. Қазір ауырдың үсті жеңілдің астымен жүретін заман емес. Тепсе темір үзетін, жігер күші тасыған жастарсыздар. Тек азаматқа тән құлшыныс керек. Онсыз түк шықпайды. Егер мен қателесіп дұрыстен бас тартсам, сіздер үндемей қоя салмаңыздар. Өз дегендеріңізді дәлелдеп, шегедей қатып қалыңыздар. Тұрсаңшы. Совхозда жұмыс істеу қиын ба? Өз ісіңді сүйе білсең, жаның ауыратын болса, сонда ғана жұмысың қызықты болады. Бір сөзбен айтқанда, жас достар, осы отырған барлығыңызды біздің совхозға келеді деп сенем.
қол да қоймаймын, қабылдамаймын да. Қабылдамағаны қалай? Өздері жалынаты енді келіп қабылдамаймын дейді. Жалынған кім саған? Ойбай өздеріңіздің адамдарыңыз емес пе? Қолма-қол тіпті ақшасын да берем деген. Беремін десе сол кісінің өзімен сөйлес. Директордың рұқсатынсыз ештеңе қабылдамаймын. Барып рұқсат алып кел. Я, Жібек қарындасым, қалың қалай? Сәлеметсіз бе? Біздің әлгі директор келді ме? Иә, келді. Жаңа байсынақ екеуі әңгімелесіп отырды да, бір жаққа шығып кетті. Қап. Кешігіп қалғаны ма, я? Олар енді қашан келер екен? Кешікпей, келіп қалар. Күтем десеңіз, кабинетіне кіріп отыра тұрыңызға болады. Иә, сөйткенім жөн шығар. Іші салқын, желдеткіші бар. Құдайдың күні де қайнақ кетті ғой бүгін. Рахмет айналайын. Мен қазір келем, ағай. Алло? Ол кіші жоқ. Кейін хабарласыңыз. Алло? Ол кіші жоқ. Хүй! Төлен Ибрагимович! Жағдай қалай? Иә, ол кісіні жоқтап айттым ғой мен саған. Ай, не боқ қалды сонша? Сізді Серік Құлағай күтіп отыр. Ыстықтадым деген соң кабинетіңізге кіргіздім. Мен шымалды өркендетіп. Мынау кіммен сөйлесіп отыр? Көретін көз, ойлайтын ақыл парасат бар емес пе? Шаруашылықта техникалық мүмкіндікке сай өндірістік негізде ұйымдастыру керек. Әуелі қосымша жем сұрап алыңдар. Ана жайылымдағы шөпті шауып, оны тасымалдауға қажетті құрал жабдық сайлаңдар. Амал ұстаймын дегендерге құба-құп деп жағдысыңдар. Жоқ деп жылай берсеңдер, жүгірмесеңдер. Сендерге кім береді? Қызықсыңдар осы. Ал жарайды жақсы. Іске... Не танытып отырсың? Мынауың кім? Ассалаумағалейкем. Мыналар бермейді, көмектеспейді маған да бар кінәні сізге аударып отыр. Өздері не бітіреді десеңізші. Тіпті газет оқымайды ау деймін. Жекеменшікке қамқорлық жайындағы қаулыны білмейді екен. Жаңағы айтып отырған қосымша қаржы бидоның не? Сап қозғалғаным ғой. Жекеменшікке берілетін ешқандай жемшөп жоқ. Үміттенбеңдер. Жоқ алай. Мен жүгіріп жүріп, алдым ғой мені жемшөпті. Сен кім едің ей соншама, а? Неге жайыңа жүрмейсің? Кешкеніме кешіріңіз. Анда-мында шапқылап жүріп, айналып қалдым. Ақыры орталыққа келгесін әйтеуір бітіретін шаруа ғой. Бекіту қайда қашар деп ойладым. Қайдағы бекіту? Сіз мені фермаға бастық етіп, бекітуге шақырған жоқсыз ба? Мынаның есі дұрыс емес шығар. Фермаға бастық сайланып қойды. Ашырапты бекітіп жібердік. Әнесін бастық қойып жатыр деп жұрт шуламай ма? Ендеше неге шақырттыңыз? Шақыртқан несі? Директор іздеп жатыр деді ғой. Жаңа есіме түсті. Әлгі ұзын ағаштағының жынданып үйленем деп жатқан көрінеді. Соған шақыртқам. Мейлі. Кімді қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Бірақ бұлай жұмыс істеуге болмайды. Халық мүддесін мемлекеттік тұрғыдан ойлау керек. Әйтпесе? Не әйтпесе? Әйтпесе дем алу керек. Жоғалт көзіңді. Сөзінің сиқын қарашай мынаның.
Çet el жаңалыктары. Асуан агенттигинин хабары боюнча, бүгүн Гандузания республикасында президент сайлауы болду. Президент болуп, Демократиялык еңбек партиясынын өкүлү Марклин Ибраим Гурт сайланды. Шырағым жаналқымды алмай тұрады, қазір директордың өзімен сөйлесеміз. Директор өзінде ме? Тоқтаңыздар, қайда барасыздар? Теміржанлар. Мыналар әбден басты қатырып бітті. Сөйлесейік. Қазір мыналармен өзіңіз сөйлесіңіз. Я. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Комсомол жастар бригадасын құрамыз. Ананы тауып бер. Ағайды Мынаны тауып сізде бер. шақырған соң келді. Бағанағы істегендер анау керек пе жоқ па? Білмей жатып бір машина бетонды Мен әдейі жұмыстан бірақ шықпадым. алып келіп тастады. Өзіңіз-ақ айтыңызшы. Сіз бұйрық берген жоқ едіңіз ғой. Ондай бұйрық бергім жоқ. Сонда қалай болған? Онсыз да жұмысы бастараса жүріңдер. Сонда қалай болған? Серік құлағаның өзі шақырды ғой. Директормен келісіп алмай адам шақыруға ешкімнің қақысы жоқ. Міне біз де келдік. Серік құлаға жиналыста сөйлеп, жігіттер, қыздар. Біздің совхозымызға келіңдер. Барлық жағдайды жасайық. Жастар бригадасын құрамыз деген сөз. Сосын міне жұмыс жазбай келдік. Серік құлың не айтып отырған? Айналып Серік құлдың бұл жерде қандай қатысы бар? Жарайды болды. Қойыңдар. Мінекей.